Сәлем достар. Достар, біздің Ерке Тоқа арнасында жаңа сериал. Сол сериалдың аты бізде қаладан келген келін. Ал біз енді мұна кейіпкерлерді сіздерге таныстырайын. Мұна кісі бізде апасы, ал мұнау жас келін, ал мұнау соның мынау апаның баласы. Ал мұнау қалғандары олардың туыстары. Және де, достар, видео бастамайыз бұрын арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де сіздер қандай сериалды қаласаңыздар, сол сериалды осы серияның астына жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде сіздердің комментарияларыңызды оқитын боламын. Ал біз сериалды бастаймыз. О, міне келді. Я, келіпті ғой. Қалайсыздар? Жақсы, өзің қалайсың? Ой, келін қалайсың? Жақсы, сәлем бердік. Жүріңдер. Есіктің алдына тұрып қалмаңдар, кіріңдер. Я, кірі. Жарайды. Оң аяқпен аттап кір. Я, оң аяқпен атта. Жарайды. Не болды сонда? Сондай ырым ол. Сонда. Жүр, сендердің комнаталарыңды көрсетейін. Я, қалайсыз өзіңіз? Жақсы. Үйді әдемілеп істепсіздер ғой. Я, енді келін келеді деп әдемілеп істегенбіз. Міне сендердің комнаталарың. Не деген, не маған ұнамады, короче. Қойсай болды. Жарайды, мен кеттім. Неге андай ескі ғой іштері? Енді саған барлық жаңа болу керек па? Я, жаңа болу керек. Мен нормально үйіма деп болсам. Ой, қойшы болды. Мейлі заттарыңды жинастыр. Апа, құтты болсын. Я, құтты болсын. Ой, рахмет. Ана келін қаладан келіп, өзінше болып, заттарын барлығына кепті ғой. Я, соны айтам. Не болыпты? Шоқ қаладан келім деп, әдемі нормально киім кепкесе болады ғой. Бір осы модный ма, сол? Қазір модный болыпты ғой, сондай киімдер. Соны айтам. Қазір әдемілеп қалатын кепкемей ма? Я, соны айтам. Немене білейм. Жақтырмай тұрма. Қой кірейік. Апаны ұят болып қалмасын. Мен келіндерге шай қой деп айтайын. Келіндер, шай қойыңдар. Жарайды, апа. Ну, ладно, мейлі. Ой, мына шкафқа біздің киімдеріміз сыймайды. Сол үшін үлкен шкаф қою керек. Я, кейін қоямыз. Мен барып ағалармен сөйлесіп қайтайын. Сен жинастырып қой мына жерді. Жарайды. Құтты болсын. Рахмет. Құтты болсын. Блин, косметикаларды қоятын жер бар ма? Вообще боянатын жер бар ма? Ой, осылай тұрама енді. Вообще заказ беру керек қой. Қазір мен заказ берейінші. Мына күшті екен ғой. Осын заказ берейін. И мына жерге бір нен қарайын. Міне таптым. Қазір заказ берейін. Ертең келеді екен. Оға дейін бұны бітеміз. Мына жерге тухиды. Нарақ қойсайық. Тарақты осы жерге. Мынаны... Блин, науда тұрып ағын ғой. Осы жерге қойық наварды. Вообще шарпсайықшы. Мынау. Тен. Бұл окнотын шығарайын. Все, болды. Мынау полка. Мына шкаф менің киімдермен толды ғой.
Өйткені кішкентай шкаф қой, үлкен шкаф қоймай ма? Қазір мен келейін. Келін, сен мынаны киесің. О, қаншама затында киесің. Мынау саған дайындап қойғаным. Осын киесің. Жарайды. Наға киіп ал. Ана келін қаншама зата киген. Иә, соны айтам. Бір вообще не істемейтін адам сияқты. Алады ғой киім. Соны ойланбай ма? Барлық киімін әкеп алып. Енді нормально ғой. Зато киім алмайды. Иә. Блин, осыны кию керек па? Мына нара қояйын. Мына жерде айнада жоқ қой. Тұрымды көрейін десем. Жарайды. Келін киімінді ауыстырсай. Ой, сол бар ма? Жарайды. Не кием мен? Менде халат жоқ қой. Мынаны көрейінші. Мынау болмайды. Мынау ше болмайды бұлда. Мынау жоқ. Мынаны болмайды. Мынау болмайды. Мынау вообще болмайды, өйткені бұл пижама. Мынау болмайды бұл. Мынау пижама. Мынау болмайды. Мынау болмайды. Менде киім жоқ қой басқа. Неге? Ну ладно, осы нормально сияқты. Вот. Нормально. Вот. Енді нормально. Бірақ кейін халат алу керек саған. Иә. Болды, мен дайындап болдым. Енді мен қойайын ба? И рой. Ана жас келін қоятын шығар. Иә, құйма сен. Сол жас келін маған ұнамай жүр. Кім біртүрлі қыз сияқты ғой. Мыналар не деп жатыр мен туралы? Мен деп бақылайын. Соны айтам. Қазір құйған шайының түрін көреміз. Иә, шақырайық ал. Қазір мен шақырып келем. Сен неге нарақта тұрсың? Жай, өтіп бара жатқам ғой. Жарайды. Мынау есіп қойған жоқ па? Сәлем бердік. Апа, шайға жүреміз. Шай болды. Пісті депім ғой. Шай қайнады. Қаншама адам болып жиналып қалдық. Иә. Жарайды, отырайын. Кел нарқа. Сен нарқа кел. Болды. Шай қойып берейін. Бірінші апаға. Сосын сізге. Ішіп алыңыздар. Иә, рахмет. Болсақ тұрайық. Иә, тұрайық. Мына жерді жинастырда, содан кейін кел. Сіздер не жаңа түскен келінге не істемейсіздер ма, не көмектеспейсіздер ма, не? Жоға, неғып көмектесеміз? Қуасың ба? Өзі жинасын да, өзі жинап үйренсін. Жина давай, отыра бермей. Ой, жаңа түскен келін деп енді. Айтқан істей береміз, не есік ашық тұр. Деп басайық. Ой, күшті болды. Отырайық келіндер. Келіңіз отырыңыз. Ой, рахмет. Қаншама адамның стаканын соның барлығын жуу керек па? Осы енді олар қашан кетеді екен? Енді осы жерде тұра ма олар? Бірақ олардың барлығы осы үйге сыймайды ғой. Шымен. Мейлі апа, біз қайтайық. Иә, қайтайық. Жақсы, жүріңдер. Кетіп жатыр ғой. Жақсы.
Шығайық бізде. Мейлі, жақсы. Давайте. Жақсы апа. Жақсы. Жақсы, бауырым. Жақсы. Жақсы. Аха, жақсы, давай. Ой, барлығы кетті. Енді өзіміз отырып шай ішейік. Иә, дұрыс айтасыз. Немене бәле шай іше береді. Енді жақсы болды. Келін түсіріп алдық. Иә. Мынаны жабасақ та. Енді ертең азанда тұрып, таңғы 6-тарда тұрып жұмыс істейсің. Иә, енді қызықтың барлығы ертең басталады. Шаршап кеттім ғой бүгінде. Қашан түн бітеді екен ұйықтайын. Ой, рахмет, енді ұйықтайық біз. Ой, шаршап кеттім. Неге қосып кетті? Вот. Енді ұйықтайын барып. Ой, ұйықтайын. Ау достар, бізде осылайша Қаладан келген келіннің бірінші сериясы аяқталды. Ал осы жерге дейін көргендеріңізге рахмет. Ал енді келесі екінші серияда бұдан да қызықты болып өтеді. Ал достар, екінші серияны көру үшін менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Ал